Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен өте дәмді болатын, ауызда еритін, өте нәзік болып келетін құймақты торт дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Пікір жаза отырыңыздар, ұнату белгісін басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Мен алдын ала құймақтардың барлығын да пісіріп алдым. Құймақтар 15 штук шықты. Құймақтың жасалу жолы менің каналымнан таба аласыздар. Құймақ жасалудың екі жолы бар, соны көріп жасасаңыздар болады. Құймақтардың барлығын да алдын ала пісіріп, суытып қоямыз. Ең алдымен сливочный сырымызды саламыз, 200 грамм, оның үстіне қант ұнтағын қосамыз. Немесе қант ұнтағы болмаған жағдайда қантты қосуға болады, құмшекер. Құмшекерді тәттілігіне қарай 80 немесе 100 грамм қоссаңыздар болады. Енді осыны миксермен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мен құмшекерді блендерге салып кішкене ұсақтап алдым, соны қосып жатырмын. Енді үстінен салқын болып тұрған 33%-ық кілегейімізді қосамыз. Кілегей бізде 400 грамм. Және де үстінен 80 грамм қоюлатылған сгущенкамызды қосып, миксермен 8-10 минут арасында қою болғанша араластырып аламыз. Біздің креміміз өте қою болады. Қою болғанша өте жоғары жылдамдықта араластыру керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің креміміз қою болды. Осыншалықты қоюлықта болса жеткілікті. Егер сіздерде творожный сыр болса, оны қосуға болады. Кремімізді бір шетке қойып қойдым. Енді құймақтарымызды осылай бірдей етіп, столдың үстіне барлығында бірдей етіп қойып аламыз. Енді арнайы осындай дөңгелек кальцомен барлығында бірдей етіп кесіп аламыз. Немесе сіздерде кальцо болмаса, тәрелкені қойып, жан-жағын пышақпен кесіп алсаңыздар болады. Біздің құймақты тортымыз өте әдемі шығу үшін осындай етіп біркелкі қылып алдым. Менде бұл жерде 15 дана құймақ бар. Негізінде торт әдемі көріну үшін 20 немесе 25 дана болса тіптен жақсы, өте биік әдемі көрінеді. Енді біз осындай ыдысымызды алып, кальцомызды кегіземіз, жинап аламыз торттарымызды. Осындай етіп бір қабатын төсеп, кремді салып отырып, бір-біріне үстіне қойып, кремді жағып отырып жинаймыз тортымызды. Осындай кальцоның ішіне жинап аламыз, сонда бізде жан-жағына шығып кетпейтін болады. 2 ас қасық, 3 ас қасықтап құйсақ болады кремді. Барлығында осылай жайғастырып шықтық. Бізде кремді өте сіңеді құймаққа. Сол себепті де сәл көбірек осылай етіп жасай берсеңіздер болады. Барлық кремді осылай бір тегіс етіп жағып шықтым. Енді осындай кальцосымен тұрған бойында бетін
осындай пленкамен жауып қоямыз және тоңазытқышқа қалдырамыз. Негізінде тоңазытқышта 5-6 сағат тұрғаны дұрыс, бізде крем сіңуі үшін. Мен шыдай алмай 1 сағаттан кейін алып, осындай бетін кез келген шоколад түрімен сәндеп немесе жемістермен сәндеп ұсынсаңыздар, өте дәмді, ауызда еритін болады. 1 сағаттан кейін алып, мен мінеке кесіп жатырмын. Кішкене кремі сіңді. Осының өзінде әдемі кесіліп жатыр және де өте дәмді болған. Тоңазытқышта 5-6 сағат тұрса, бұдан да өте дәмді кремі сіңетін болады. Сізде жасап көріңіз, жасауға кеңес беремін. Өте жылдам жасалады, әрі ауызда ериді. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар.